Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгін бізде 4-ші сынып әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған жердің табиғатын аялайық, қандай болып өсемін өлеңімен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің сөйлеу барысында иллюстрацияны қолданатын боласыз және шығарманың негізгі ойын, тақырыбын анықтайтын боласыздар. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Экрандағы өлең жолдарына назар аударайық. Табиғат, тіршіліксің тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа құнықтырған. Жақсы балалар, осы өлең не туралы екен? Әрине, бұл өлеңіміз біздің табиғат туралы. Жалпы табиғатқа нені жатқызуға болады? Табиғатқа біз ауа, су, күн, аспан, қоршаған ортаның барлығында біз табиғатқа жатқызамыз. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыз табиғат туралы болмақ. Келесі кезекте балалар сурет бойынша ормандағы оқиға тақырыбына ертегі құрастырайық. Енді сіздер осы өздеріңіздің құрастырған ертегілеріңізді ықтимал жауаппен салыстырайық. Ормандағы оқиға. Қала шетінде ағаштары жайқалған, ауасы таза орман бар екен. Бір күні орманға бір топ бала демалуға келеді. Олар от жағып тамақ пісіреді. Үйлеріне кетерінде отты өшірмей кетеді. Жел тұрып, өрт қаупі туады. Мұны көрген кірпі мен қоян басқа жануарларды көмекке шақырады. Оқиға орнына бірінші болып піл жетеді. Ол алып тұмсығына толтырып су әкелген екен. Піл суды отқа шашып, оны өшіреді. Мұны көрген басқа жануарлар қуанғаннан билей бастайды. Сөйтіп, батыл аңдар орманды өрттен қорғап қалған екен. Жақсы балалар, бұл ертегінің негізгі идеясы қандай деп ойлайсыздар? Әрине балақайлар, дұрыс айтасыздар. Бұл ертегінің негізгі идеясы табиғатты қорғау. Жалпы табиғатты қорғау ол әрбір адамның парызы, міндеті деп айтсақ болады екен. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау ол баршамыздың міндетіміз. Жақсы балалар, бүгін біз автормен танысып алайық. Сұлтан Қалиев, ақын, 1943 жылы дүниеге келіп, 2018 жылы дүниеден өткен екен. Жамбыл облысында дүниеге келген, ақынның сыныққа сылтау, ғажайып тас, кішкентай агрономдар және тағы басқа өлеңдер жинағы бар. Негізінен шығармалары кішкентай балаларға арналған. Енді балалар, қандай болып өсеміз өлеңімен танысайық. Табиғатты сүймейтін баланың көп кеселі, ол обалды білмейтін тас жүрек боп өседі. Дегенді оқып бірдемен жиіледі тынысым, жоғалғандай бірдеңем, кетті мүлдем тынышым. Бұл табиғат деген не? Жұрттың емдер кеселін, оны жақсы көрем бе? Қандай болып өсемін? Табиғатты білемін, ауа, су, жер, күн, аспан, жан жануар гүл егін көкжиекке ұласқан. Қалса жерді қар басып, сақылдап қыс қысқанда, қалмасын деп қарнашып, жем шашамыз құстарға. Өзінше бір күй дастан, сайрағаны құстардың, жыл 12 ай тынбастан, тыңдауға оны құштармын. Жарайсыңдар балалар, енді өлеңді өздеріңіз тағы да бір жақсылап, өздеріңіз оқып алыңыздар. Және де бүгінгі сабақта сөздікпен жұмыс жасайық. Бүгінгі біздің өлеңімізде кездескен жаңа сөздер кесел, ауру, сырқат, дерт деген мағынада беріліп тұр екен. Құштар болу, жақсы көру, құмарту деген мағынада берілген екен. Енді балалар, өлеңнің негізгі ойы болатын шумақты тауып оқи қояйық. Әрине, бұл шумағымыз, бұл табиғат деген не? Жұрттың емдер кеселін, оны жақсы көрем бе? Қандай болып өсемін? Сіздердің де жауаптарыңыз осы өлең шумағымен сәйкес келді деген ойдамын.
Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Қазір сіздер осы өлеңнен сіздерге жеделхат арқылы келген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: табиғатты сүймейтін бала қандай болады? Екінші: тас жүрек сөзінің мағынасы қандай? Үшінші: табиғат кеселді қалай емдейді? Төртінші: автор табиғатқа нені жатқызады? Бесінші: табиғатты аялауды қалай түсінесіңдер? Енді жедел жауаптарымызға назар аударайық. Табиғатты сүймейтін бала тас жүрек болып өседі екен. Тас жүрек сөзінің мағынасы жаны ашымайтын, қайырымсыз деген мағынада беріледі. Табиғат кеселді қалай емдейді? Кез келген ауруды табиғат өнімдері арқылы емдеуге болады екен. Автор табиғатқа нені жатқызады? Ауа, су, жер, күн, аспан табиғатқа жатады екен. Табиғатты аялауды қалай түсінесің? Табиғатты аялау ол айнала қоршаған ортаны қорғау, сақтау және де табиғатпен үндестікте болу екен. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Қазір сіздерде топтық жұмыста бағала. Өлеңдегі кейіпкерге баға берейік. Өлеңдегі кейіпкер нені ұнатады? Табиғатты, көктегі күнді, ашық аспанды, таза ауаны, жан жануарды, өсімдік, гүлдерді бәрін ұнатады екен. Келесі: не нәрсеге құштар болады? Кейіпкеріміз сайраған құстардың дауысын тыңдауға құмартады екен. Келесі жеке жұмыс: анықта, яғни бұл табиғат деген не? Жұрттың емдер кеселін, оны жақсы көрем бе? Қандай болып өсемін? Яғни бұл жерде монолог бе, әлде диалог бе? Енді есімізге түсіріп өтейік балалар. Монолог грек сөзі. Әдеби шығармада кейіпкердің тыңдаушыға бағытталған ішкі сырын білдіретін сөзі екен. Ол кейіпкердің көңіл күйін, қуанышын, ренішін, күдігін білдіреді екен. Кәне ендеше балалар, анықтап көрейік, кейіпкердің бұл айтқан сөзі монолог бе, әлде диалог бе екен? Жауаптарымызды тексерейік балалар. Әрине, бұл монолог екен. Жақсы балалар, енді сабағымызда қорытындылайтын уақыт келіп қалған екен. Табиғатты қорғау үшін әр маусымда не істер едің? Осы тақырыпта эссе жазамыз. Яғни, қыс мезгілінде не істер едіңіздер, жаз мезгілінде не істер едіңіздер, көктем мезгілінде не істер едіңіздер және күз мезгілінде не істер едіңіздер. Бүгінгі сабақтан балалар, сіздер сөйлеу барысында иллюстрацияны қолдануды үйрендіңіздер және де шығарманың негізгі ойын, тақырыбын анықтауды үйрендіңіздер. Жақсы балалар, енді сабағымыздың соңында жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасайық.